бастапқы махаббат қарым-қатынастарда жіберілетін қателіктеріміз туралы. Ұнауға қатты тырысу. Яғни бұл жердегі әрдайым бірінші болып хабарласу, тым көп қатты ұнайсың, сен кереметсің, қашан бірге боламыз деп әрдайым бос адамның образын жасау, яғни сен үшін әрқандайға да даярмын, боспын деген секілді туралы. Орысшада айтқанда супернавязчивость, жабысқақтық деп атауға да болады. Сондықтан, ондай әрекетпен сіз басқа адамның көзінде өз құндылығыңызды түсіретін болып, сізді басты маңызды адам ретінде емес, жай ғана фанат, немесе план Б ретінде көруге арзитын адамның деңгейіне түсіргенсіз. Себебі ондай супер жабысқақтық. Ғашық болған жанды жұлдыз деңгейіне дейін шығару салымы сізді әлбетте фанат дәрежесіне түсіреді. Тура бір сол адаммен қалай қарым-қатынас жасасам да, ит сияқты өзі жүгіріп келеді дегенге дейін. Ал айтайлық оның орнына өзіңізді ұстап, сезімдеріңізді қолға алып, қаласаңыз жай-жаймен комплимент беруден, арғарай ол адамның реакциясын байқау арқылы, ұнады ма, ұнамады ма, қаласаңыз тіпті ашықша саған қандай өзі подход жасағанды ұнатқызасын деп сұрақ қою арқылы, сол адамның жеке басын айналдыруға арзитын инсайт ақпаратты алуға тырысыңыз. Қайта-қайта жабыса беретін, өзіңіз романтикалы деп санайтын жабысқақтығыңызды басқаларға жүктеп отырмай.